Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің арнамда жаңа рецепт баялдыдан рулет жасайтын боламыз. Баялды рулетін көп қыз-келіншектер біледі деп ойлаймын. Мен өз басым жаңа жылдық столға осы рецепті қоюды ұсынатын едім. Дастарханның сәнін кіргізіп тұратын рецепттердің бірі болып табылады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Ең алдымен бізге 1 дана немесе 2 дана баялды керек болады. Мен 1 дана баялдыдан жасап алдым. Сіздерге қанша керек болса, сонша пайдалана берсеңіздер болады. Ең алдымен мұздай немесе мұз салынған суға тұзымызды салып, оның үстіне жаңағы ұзын көлемде туралған баялдыларды салып қоятын боламыз. 10 немесе 5-10 минутқа салсаңыздар болады. Менде 15 минуттай тұрды. Содан соң алып, құрғақ қағаз салфеткаларға кептіріп алатын боламыз. Оның арасында көріп тұрғаныңыздай жаңағы 2 дана жұмыртқамызды жақсылап араластырып, тұз бұрышын салып аламыз. Егер сіздерге бұрыш ұнамайтын болса, салмай-ақ қойсаңыздар болады. Маған ұнайтын болғандықтан салып араластырып алдым. Міне осылай 2 жағын бірдей кептіріп алған соң, кішкене майымыз қызыған кезде осылай салып 2 беті қызарғанша қызартып пісіріп алатын боламыз. Бұл өзіме ұнайтын ең қатты ұнайтын рецепттердің бірі болып табылады. Сіздерге ұнайды деп сенемін, жасап көріңіздер. Менің арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Содан соң пісіп шыққан баялдыларымыздың барлығын жаңағы құрғақ қағаз салфеткаларымыздың үстіне қойып алатын боламыз. Оны жақсылап 2 бетінің майы сырғытқанша қойып, бетін де салфеткамен жауып қойсаңыздар болады, майы жақсылап сырғуы үшін. Барлығын кезек-кезек осылай пісіріп ала беретін боламыз. Бұл жерде құпиясы, ортасына жағатын соусы, 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық қаймақ қосатын боламыз. Қаймақ жүректі қатты айнытпайды, дәмін әдемі етіп кіргізіп қоятын рецепттердің бірі болып табылады. Қаймақтың мен 30-25%-ін немесе үйдің қаймағын, яғни таза қолдың қаймағын пайдалансаңыздар болады. Сосын 1 дана сарымсақты осылай күштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Жұқа етіп, дәмі де қатты білінбейді, дәмін бірақ өте жақсы етіп кіргізеді. Содан соң мен аскөкті қосып жібердім. Егер сіздерге ұнамайтын болса, қоспай-ақ жасай берсеңіздер болады. Менде бар болған соң солай турап қосып жібердім. Кейіннен дайын болған баялдыларымыздың үстіне жаңағы дайын болған соусымызды жағып шығатын боламыз. Ортасына міндетті түрде қызанақты жұқалау етіп қойып орап шығатын боламыз. Қызанақ ең әдемі дәмді келтіретін баялдының серіктесі десек болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Менің арнама тіркеліп, өздеріңізге ұнаған рецепттерді жасап көріңіздер. Және не түсіруімді қалайсыздар, пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Немесе тура осы баялдыны сіздер духовкада дайындасаңыздар болады. Яғни ол кезде панировочный сухарикке салып дайындап алатын боласыздар. Маған оған қарағанда осылай дайындаған ұнайтын болғандықтан осылай дайындап қойдым. Немесе тура осыны сіздер шашлик тәрізді пісіріп алсаңыздар болады. Оны келесі видеоларда салып қалатын шығармын деп ойлаймын. Сіздерге ас болсын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.